Аптап ыстықта спортпен айналысуға бола ма? Және оның жолдары қандай? Бүгін сол сұрақтарға жауап беретін боламын. Ал сіздер YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Жазда жаттығулардан бас тартудың қажеті жоқ. Бірақ денсаулыққа зақым келтіріп алмасы үшін жаттығуларды абайлап жасау керек. Жаз мезгілінде жаттығу жасаудың ережелері жайлы біле жүріңіздер. Біріншіден, жақсы желденетін салқындатқышы бар бөлмеде жаттығыңыз. Денеге күш түсіретін жаттығулар кезінде және жаттығу құрылғысымен жұмыс істегенде таза ауа әсіресе маңызды. Екіншіден, өзіңізді тыңдаңыз. Егер ыстық күнде өзіңізді әлсіз сезінсеңіз, басыңыз айналса, тамырдың жиі соғатынын байқасаңыз, батырсынып, рекордтар орнатуға асықпаңыз. Ағзаңыз бұған рахмет айтпайды. Оданша кардио жаттығу құрылғысында жеңіл жаттығып қайтсаңыз болады. Ал күш түсіретін жаттығуларды ыстық басылған мезгілде қалдырыңыз. Үшіншіден, көбірек су ішуге тырысыңыз. Ыстықта ағза көп мөлшерде ылғалдан айырылады. Әр жаттығудан кейін 2-3 жұтым су ішіп, жаттығу кезінде жалпы суды молынан ішу қажет. Төртіншіден, күш түсіретін жаттығуларды әдеттегіден азырақ жасаңыз. Егер сіз күні бойы салқын бөлмеде отырып, кешкісін салқын залға барып жаттығу жасасаңыз, онда ештеңе өзгертудің қажеті жоқ. Бірақ егер сіз күні бойы ыстықта жүріп, шаршап, залға келсеңіз, онда мәселе басқа. Онда күш түсіретін жаттығуларды 30%-ға азайтыңыз. Бесіншіден, жеңіл киініңіз. Жаттығуларға жеңіл топтар мен шортылар таңдаңыз. Майкаңыз мақта матадан жасалған немесе селдір ендірмесі бар спорттық синтетикадан жасалған болса тіпті жақсы. Оған қоса киім, оның ішінде аяқ киім салмағы жағынан жеңіл болуы тиіс. Денеңіз ашық болған сайын ыстықта ауа өтуі жеңілдейді. Маңдайыңызға матадан таңғыш тағып алыңыз. Ол терді сіңіріп алады. Алтыншыдан, топтық жаттығуларға ден қойыңыз. Пилатес, йога, фитбол жаттығуларына, акваэробика және стрейчингке, олардың бәрі байсалды және бір қалыпты жаттығулардан тұрады. Дегенмен өте тиімді. Жетіншіден, жылы күнде таза ауада жаттыққан жақсы. Велосипед тебу, тек тауға қарсы бағытта емес, саябақ ішінде. Жеңіл жүгіру, ролик тебу, бадминтон, волейбол ойнау, бірақ мұны таңертең ерте жасау керек. Осы уақытта ауа таза және салқын, күш те жеткілікті болады. Егер таңертең жаттыға алмайтын болсаңыз, жүгіру немесе ойындарды кешкі сағат 8 пен 9-ның арасына қалдырыңыз. Түсте саябақ көлеңкесінде жаттығуға болады, бірақ күн астында емес. Бүгінгі пайдалы ақпарат сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесіде қандай пайдалы ақпарат шыққанын қалайсыздар, комментарийге қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде оқимын және ескеремін. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ем болсын.